аккаунты бөліміне кіріп, мына жерде страницаны қосып алдық қой, міне обувь Алматы деп тұр. Осы жерге енді біз рекламный аккаунт қосуымыз керек. Ол үшін рекламный аккаунт. Бұл жерде де бізде әлі ешқандай рекламный аккаунт жоқ, добавить етеміз. Бірінші рет істеп тұрғанға байланысты добавить рекламный аккаунт дейміз. Өзіміздің ID-мізді, жоқ, рекламный аккаунт добавить емес, төмен қарай түскен кезде создать рекламный аккаунт дейміз. Себебі бізде добавить рекламный аккаунт дейтінде әлі рекламный аккаунт жоқ қой, соған байланысты создание рекламного аккаунта деп бастаймыз. Міне, осындай окошко ашылады, название рекламный аккаунта. Мысалы, сіз қандай да бір рекламаға жіберетін болсаңыз, соның атын жазу арқылы бір рекламный аккаунтты тауып алуға болады. Яғни, бұл жерде бізде обувь Алматы болғанына байланысты міне обувь Алматы. Обувь Алматы дедік. Енді часовой поезд осы жерде автоматым шығып тұрады осылай. Не болмаса өзімізге керегін жазып алуға болады. Азия Алматы. Бұл рекламаның шығатын уақытын белгілеп отыратын уақыт. Доллармен жіберсек те, рубльмен жіберсек те бәрібір, сондықтан доллармен тұра бергені бізге тиімді болып келеді. Далее. Міне, басқа компания емес, жеке өзіміздің компаниямыз болғанына байланысты моя компания деп создать етеміз. Осы жерде біз қазір рұқсат аламыз. Міне, Айгерім Тасболат, яғни менің фейсбугыма управление рекламного аккаунта дейді. Назначить етеміз өзімізді. Все, добавить платежную информацию дейді. Яғни осы арада біз өзіміздің картамызды қосып қойсақ болады. Оны қазір келесі қадамдарда көрсететін боламыз.